Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін біз сырдан рулет жасайтын боламыз. Тез дайын болатын және өте дәмді рулет жасайтын боламыз. Оған керекті заттар: жұмыртқа, тартылған ет және де сыр. Ең алдымен сырды үккіштен өткіземіз. Сырымызды өткізіп болғаннан кейін жұмыртқа саламыз. Салған жұмыртқамызды осылай әдемі қылып араластырамыз. Бәрі бірігу керек. Тапамызға пергаментный қағазды жайып, дәл осылай көрсетілгендегідей төртбұрышты қылып жаямыз. Жаңағы дайын болған сырымызды духовкаға 15-20 минутқа саламыз. Жаңағы тартылған етімізге тұз, бұрыш және де дәмдеуіштерді саламыз. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Сырымыз дайын болды. Сырымызды пергаментный қағаздан алып, жаңағы тартылған етті үстіне жайып саламыз. Тартылған етті салып болғаннан кейін жақсылап ораймыз. Енді дайын болған рулетімізді пеште 180 градуста 20-25 минутта ұстаймыз. Мінекей рулетіміз дайын болды. Дастарханға сән беретін, әрі өте оңай, дәмді дайындалатын рулет түрі. Сіздерге жасауға кеңес берем. Маған лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.